Bayqamайм. Артында жүрген бала сол үзіп алып байқамай, енді бәрібір бізге ұрсуға болмайды. Сондықтан ол менен бір жас кішкене, сондықтан ұрыспаймыз, аккуратный айтамыз. Міне, осындай үшіні ұшықтағып алдым. Өзінің осындай бар екен, бірақ менде өзімде бар. Мен Ақшапан үйінде қонақта болып отырмын. Әбекем екеуміз. Осы үйде тұратын енді бір менің жаста бала бар. Сол өзі келіп қонады атасынан. Мен әшейін қонақ болып жүрмін, 6 күн қонамын. Негізі ошақтағы бала жоқ, Әлшер. Ол үлкен болып кеткен әлі. Мен аяғына тас құшақтап болып пранк жасаған. Білесіздер ма, естеріңізде? Ой, алттағы ағам. Иә, сол ағам ғой. Сол ағамның үйінде мен отырмын. Алдығын қонаққа келген, менді оқсап қонуға келдім. Неге дейсіздер ма? Мен өйткені сондай адаммын. Қонақ алмай. Қонырмен өтіп жатқанмен қонырдың қызылмен ұқсаттым. Ана тіккен кетпеді ма? Белгісіз. Кетпепті достар. Мен ақырын сөйлеп жатырмын, өйткені олар мен ести қояды екен. Сондықтан ақырын айтып жатырмын. Неге дейсіздер ма? Қатты сөйлеп қойыппын сіздерге. Естіліп жатыр ма менің даусым? Менің даусым тамағым құрып қалған. Сондықтан естіп алмай жатсыздар ма? Әлде сондай болып жатыр ма, білмеймін. Қасым, Фатиманы ертікіш? Фатиманы. Фатима? Иә. Ана, менің бауырым соған айтып жатырмын. Фатиманы ертіп келші деп. Ол менің жақын әпкем. Сондықтан оны мен Фатима әпке деп айтам. Фатиманы мен шақырып алам да. Асиден қараш. Асиден білемін. Ол сурет сап жатыр. Достар. Ағам келді. Кетші. Соған не болды? Кетші. Достар, ағам, байқыңыз. Ne istiyorsun oğlum?